Балалар, әдебиеттік оқу пәнінен бүгінгі жаңа тақырыбымыз ағашқа күтім жасаймын. Ағаштар неге ашуланды? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне, бастапқы бөліміне сүйеніп, оқиғаның соңын болжау. Балалар, алдымен мен сендерге бірнеше сұрақ қоямын. Қанеки, барлығымыз ойланып, жауап беруге тырысып көрейік. Бірінші сұрақ. Балалар, айтыңдаршы, ағаштар ашулана ма? Қанеки, осы сұрақ төңірегінде ой бөлісеміз. Екінші сұрақ. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына мән бер. Осы сұраққа жауап іздеп, түсініп, оқы. Үшінші сұрақ. Жазушы Алмабектің ағаштары туралы не дейді екен? Оқып көрейік. Балалар, бұл шығарманың авторы Бердібек Соқпақбаев. Балалар, бізге бұл жазушы таныс па? Әрине, себебі біз Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты киносын сүйіп көреміз. Біз әдебиеттік оқу пәнінен алдыңғы сабақтарымызда да Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларымен таныс болатынбыз. Қанеке, есімізге түсіріп көрейікші. Бердібек Соқпақбаев Алматы облысында туған көрнекті балалар жазушысы. Оның «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек» атты кітаптары бар. Балалар, енді барлығымыз оқулықтан «Ағаштар неге ашуланды» шығармасын зер салып қараймыз. Мәтінді барлығымыз дауыстап оқимыз. Бір емес, бірнеше рет оқуға болады. Қанеке, саусағымызды мәтінге қоямыз. Тізбектеп оқимыз. Балалар, мәтінді оқып болған болсақ, енді осы оқиға желісі бойынша сендерге бірнеше тапсырма беремін. Бірінші тапсырма. Мына берілген суреттер мәтіндегі қандай оқиғаға сәйкес келеді? Қанеки, әңгімелеп айтып көрейік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Алмабек уәдесінде тұрды ма? Мәтіндегі оқиғаны өз ойымызбен аяқтап көрейік. Ал Алмабектің қылығына өзіңнің көзқарасың қандай? Сен Алмабектің орнында болсаң, не істер едің? Ағаштар ашуланбағанда не болатын еді? Қанеки, сұрақтарға жауап беріп, ойланып көрейік. Балалар, сендерге берілетін үй тапсырмасы мәтінге сүйеніп ағаштың 5 түрлі пайдасын жазамыз. Бізге ағаш не үшін қажет екен? Соның 5 түрін жазамыз. Екінші тапсырма.
Алмабекке ағаштарды қалай күту керектігі жайлы қандай кеңестер бересің? Ағаштарды күту ережесін жазамыз. Және де ағаштың суретін саламыз.